Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 65-ші сабақ бірлескен жұмыс. Біз бұл тақырыпты өткен сабақта да қараған болатынбыз балалар. Бүгін ары қарай жалғастырып оқитын боламыз. Бірлесіп жұмыс істеуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығарамыз бүгінгі сабақта. Кітабымыздың балалар 88-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, кесте берілген. Және осы кестенің астында балалар сурет тұр. Осы суретке қарай отырып, мынандай кесте жәнегі есептің мәтінін құрауға болады, иә балалар? Үш тігінші жұмыс жасап отыр екен. Бірінші тігіншінің жылдамдығы, өнімділігі 5 бұйым сағатына, екінші тігіншінің өнімділігі 8 бұйым сағатына, ал үшінші тігіншінің өнімділігі, жұмыс өнімділігі 12 бұйым сағатына. Енді балалар бізге былай дейді. Бұл жәнегі мен айтқан ол тігіншілердің бір сағаттағы өнімділіктері. Бізден сұрап тұрғаны балалар, 3 сағатта осы 3 тігінші бірігіп, қанша жұмыс атқаратынын табуымыз керек екен. Ол үшін балалар бұлай істейміз. 3 тігіншінің өнімділіктерін бір-біріне қосамыз. Бірінші тігіншінің өнімділігі 5 бұйым болса, екінші тігіншінің өнімділігі 8 бұйым сағатына. Үшінші тігіншінің өнімділігі 12 бұйым сағатына дайындайды. Үшеуін бір-біріне қосқан кезде балалар 25 бұйым сағатына дайындалады екен. 25 бұйым сағатына. Енді балалар бізге табу керек, жәнегі жұмысты А-ны табуымыз керек. А-ны табу үшін балалар біз В-ны Т-ға көбейтеміз. Бізде А дегеніміз жәнегі белгісіз, ал В дегеніміз міне тауып алдық. 25 бұйым сағатына, оны уақытқа көбейтеміз. 25 бұйым сағатына жасайды дедік. Жаңа 3 тігінші бірігіп, осыны балалар 3 сағатқа көбейтеміз. 25-ті 3-ке көбейтетін болсақ, балалар 75 болады. Енді мына жердегі сағатпен мына сағатты алып тастаймыз. Өлшем бірлік бізде жәнегі бұйым ғана қалады екен. 75 бұйым дайындайды екен. Жауабына балалар бұлай жазамыз. Жауабына 3 тігінші бірігіп 75 бұйым дайындайды деп осылай жауабын жазасыңдар. Бұл біздегі балалар бірінші тапсырма бойынша. Өздерінде байқап отырсыңдар балалар, біз бірінші амалға қосу амалын пайдаландық. Қосу амалы. Осыны мұқият есімізге сақтаймыз. 2 өрнектен тұрады. Бірінші амалымыз қосу амалы. Келесі тапсырмамыз балалар, осы 88-ші беттегі екінші тапсырма. Бұлай дейді. 2 шалғышы бірлесіп 360 квадрат метр жердің шөбін шапты. Олардың біреуі 1 сағат, ал екіншісі 2 сағат жұмыс істеді. Егер жұмыс өнімділіктері бірдей болса, әрқайсысы қандай ауданның шөбін шапты дейді. Балалар, бізде екеуінің бірлесіп шапқан жері 360 квадрат метр жер. Енді біз жәнегі олардың жұмыс деген уақыттарын бір-біріне қосып аламыз. 1 сағат жасады жұмыс, және екіншісі 2 сағат жұмыс жасады. Екеуі бірге балалар 3 сағат шөп шапқан екен. 3 сағат шөп шапты. Енді балалар бізге айтады. Осы 360 квадрат метр жерді балалар, 360 квадрат метр жерді олар 3 сағатта шапқан екен. 3 сағатта. Олай болатын болса, мен оны 3-ке бөлемін. 3-ке бөлген кезде бізге балалар өнімділік пайда болады. Яғни 1 сағаттағы жәнегі жасаған жұмыстары белгілі болады. 360-ты 3-ке бөлетін болсақ, балалар 120 квадрат метр сағатына шапқан екен. 120 квадрат метр сағатына. Енді бізге балалар бірінші жәнегі жұмысшының жұмысын табуымыз керек. Бірінші жұмысшы бізде 1 сағат жұмыс істеді. 1 сағат. Олай болатын болса, 1 сағатты көбейтемін. 120 квадрат метрді сағатына. 120-ны 1-ге көбейтсек, балалар 120 болады. Метр, мұнда сағат пен сағатты алып тастайық, квадрат метр болады. Енді балалар, екінші жұмысшының
қанша жер жұмыс жасағанын табу үшін екінші жұмысшының осы 120 квадрат метр сағатына шапты дедік. Осыны балалар, ол 2 сағат жұмыс деген. 2 сағатқа көбейтеміз. Көбейту 2 сағат. 120-ны 2-ге көбейтетін болсақ, балалар 240 болады. Сағат пен сағатты алып тастай, менде квадрат метр қалады. Жауабына жазасыңдар балалар. Бізден сұрап тұрғаны 2 жұмысшының қанша квадрат метр жерді жердің шөбін шапқаны. Олай болатын болса жазамыз. Бірінші жұмысшы 120 квадрат метр жердің шөбін шапты, ал екінші жұмысшы 240 квадрат метр жердің шөбін шапты деп жауабына жазасыңдар. Жақсы балалар, бұл бізде 3-ші тапсырма болған. Енді 4-ші тапсырмаға қарайық. Жақсы балалар, енді 4-ші тапсырма кітабымыздың 89-шы бетінде, оны жәнегі орындаған 2 тапсырмаға қарай отырып, орындайсыңдар. Балалар, мына жерде де байқап отырсаңдар, бірінші қосу амалын пайдаландық. Олай болатын болса, қазіргі тапсырмада да тура осындай тапсырма жәнегі осыған ұқсас тапсырма келеді. Сондықтан мұқият боламыз. Бұлай дейді: ұзындығы 900 км жолдың жөндеу жұмыстарын бір бригада 30 күнде, ал екіншісі дәл осы жұмысты 45 күнде аяқтайды дейді. 2 бригада жолдың 2 жақ шетінен бір уақытта бастап, осындай еңбек өнімділігімен жұмыс істейтін болса, бұл жұмысты қанша уақытта аяқтайды дейді. Енді балалар, біз бұл тапсырмада, мына 4-ші тапсырмада ең бірінші бригаданың жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Яғни В тең А бөлу Т. Ол дегеніміз 900 бөлу 30 деген сөз. Одан кейін екінші бригаданың жұмыс өнімділігін табамыз. В2 тең 900 бөлу 45. Өйткені ол 45 күнде аяқтайды. Енді балалар, ары қарай бұл екеуі бірге жұмыс істесе деп тұр. Олай болатын болса, балалар, біз жәнегі 30-ға бізде мәні шықты ғой, 30 бен 20 болып, 2 бригаданың. Енді осы екеуінің өнімділіктерін бірге қосамыз, оны 900-ге бөлеміз. Сол кезде бізге осы 2 бригада бірігіп 900 км жолды қанша уақытта жөндеп аяқтайтыны белгілі болады. Балалар, енді сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болса, жәнегі осы 4-ші тапсырманы мен сендерге толықтай айтып бердім. Ары қарай өздерің аяқтап, жәнегі 2 бригада бірлесіп, осы жұмысты қанша уақытта аяқтайтынын маған комментарийға қалдырасыңдар. Жақсы, сау болыңдар.